сабақта кім бар жоқ тексеріп алсақ, Әділбек Саят, Айтен Азамат, Берікқызы Айгерім, Биқасым Диас, Дәулетбекұлы Руслан, Жапар Арнұр, Мұқан Еркен, жақсы, Нұрғожаев Ерсұлтан, бүгін жоқ, я. Себепті, я. Сәлім Елдана, және де Тоқан Санжар. Жақсы білім келеді. Үй жұмысын сіздерден Капут бағдарламасы арқылы алсам. Қандай сұрақсыз? Сотникалық қарапайымдылық кәдімгі ашылады. Жауабы. Қайсы деп ойлайсыз? Они поймен сәлі арқылы жібереді. Беріледі. Екінші сұраққа Руслан. Оптикалық кабельмен жұмыс жасағанда Дауыстау дұрыс. Дұрыс. Сәуле жолдың диаметрі қаншаға тең? Айтты. 13. Дұрыс. Үй жұмысына орындаған дұрыс жауаптар бар білгендер балдарыңызды қоясыздар. Жаңа сабағымызға көшсек, бүгінгі сабақтың тақырыбы талшықты оптикалық қосқыштар. Сабақтың мақсаты талшықты оптикалық қосқыштарды бекіту үшін кабельді белгілеу және бекіту жұмыстарының негіздерін үйрету. Әрбір зертханалық жұмысты жасамастан бұрын балалар қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Бүгінгі зертханалық жұмысымызда жалпы сіздерге 3 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмамыз қажетті құрал-жабдықтарды дайындау. Екінші тапсырма муфта мен кроссты іске қосу үшін дәнекерлеу аппаратын алып, опта талшықты кабельді дәнекерлейміз. Үшінші тапсырма кабельдің ақаулықтарын тексереміз. Ең алдымен қауіпсіздік ережелерін әлбетте сақтандық. Біз бүгін кросс пен муфтаны бір-біріне жалғадық. Біз оны қазір жұмысымызды тегістікпен тексереміз. Біздің жұмысын барлығы дұрыс істеп тұр. Іріктеу сәтіне оралсақ, бүгінгі тақырыпқа байланысты сөз құрау. Екі командаға бөлінсек, балалар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келсек, сіздерден кері байланыс алсам, яғни бұл жерде сіздерге 3 сұрақ берілген. Бірінші түсінікті, түсініксіз сұрағым бар деген стикер тақтаға шығып жабыстырсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ сіздерге қалай өтті? Өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Өте жақсы. Күшті. Сіздерден бақылау парақтарын жинап алсам, қорытынды бағаларыңызды бақылау журналынан көре аласыз.